Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен біз өте оңай дайындалатын құймақ дайындаймыз. Ол үшін бізге қайнап тұрған су және сүт, секер және шемішкі май қажет. Содан соң ең соңында ұнымызды саламыз. Барлығын рет-ретімен сала отырып, араластырып отырамыз. Ең соңында ұнымызды салып, мұқият, ешқандай қамық қалмау керек. Барлығын біркелкі болғанша мұқият араластырып аламыз. Бізде не сұйық, не қатты қою болмау керек. Қаймақ сияқты қоймалжың болып шығуы керек массамыз. Осылайша барлығын дайындап болғаннан соң табамызды қыздырып алып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша блинчик сияқты етіп пісірсеңіз де болады, немесе осылай капкейк сияқты етіп пісірсеңіз де болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер менің видеом сізге ұнаған болса, бағалап кетуді ұмытпаңыз. Рахмет.